Сәлеметсіздер ме? Менің аты жөнім Бекажанова Ердосовна. Бүгінгі тақырыбымыз қолдың топографиялық анатомиясы. Қол аймақтарынан бастайық. Жалпы қол 16 аймақтан тұрады. Бірінші дельта тәрізді аймақ, екінші бұғана кеуделік, үшінші кеуделік, төртінші жауырын, бесінші қолтық асты, алтыншы алдыңғы қол, жетінші артқы қол, сегізінші шынтақ, 9-шы артқы шынтақ, 10-шы алдыңғы иық алды, 11-шы артқы иық алды, 12-ші алдыңғы білек, 13-ші артқы білек, 14-ші алақан, 15-ші білезіктің сыртқы беті, 16-ші фалангтар. Иық буыны 3 күрделі буыннан тұрады. Кеуде бұғана буыны, акромиальды бұғана буыны және иық буыны. Иық буыны ол қозғалыстың кең диапазонын қамтамасыз ететін синовиальды шар тәрізді буын. Алайда оның қозғалмалдылығы оны тұрақсыз етеді. Иық сүйегінің үлкен басы жауырынның терең емес буындық қуысымен бірігеді және ол фиброкортикальды сақинамен буындық ерін формасында тереңдейді. Фиброзды капсула иық буынын қоршайды және ол жоғарғы жағынан буындық қуыстың шетіне бекиді. Ал төменгі жағынан иық сүйегінің анатомиялық мойнына бекиді. Фиброзды капсула келесі байламдармен бекиді. Құстұмсық тәрізді иықтық және иықтық. Сонымен қатар айналмалы манжеттің бұлшық еттерімен бекиді. Иық буыны 3 ось бойынша қозғалысты қамтамасыз етеді. Бүгу жазу, әкету әкелу, ішкі айналмалы, сыртқы айналмалы қозғалыс. Қолтық асты, жауырын үсті және латеральды кеуделік нервтермен иннервацияланады. Жауырын үсті алдыңғы және артқы иық артериялары, жауырын артериялары арқылы қанмен қамтамасыз етіледі. Иықтың айналмалы манжетінің бұлшық еттері жайлы қарастырайық. Айналмалы манжетінің бұлшық еттері 4 бұлшық еттің сіңірімен тұрады. Бірінші сүйек үстілік, екінші сүйек астылық, үшінші кіші дөңгелек, төртінші жауырын үстілік. Айналмалы манжеттің бұлшық еті иық сүйектің басын жауырынның буындық қуысымен тұтастырып, буынды тұрақтандырады. Ол сонымен қатар капсуламен тұтасады. Енді шынтақ буынын қарастырсақ. Шынтақ буыны ол синовиальды буын, иық шынтақ және иық кәрі-жілік буындарынан тұрады. Бүгіп жазуға қатысады. Проксимальды кәрі-жілік шынтақ буыны супинациясы мен пронациясын қамтамасыз етеді. Кәрі-жілік сүйегінің басын шынтақ сүйегіне ауыстыруға мүмкіндік береді. Бұл жалпы буын капсуласының көлемінде ғана жүреді. Шынтақ буыны тері, бұлшық ет нервтері тармақтарымен, кәрі-жілік нервтері шынтақтың нервтерінің тармақтарымен иннервацияланады. Иық кәрі-жілік және шынтақ артериялары арқылы қанмен қамтамасыз етіледі. Шынтақ буынының байламдары: коллатеральды кәрі-жіліктік, шынтақтық коллатеральды, кәрі-жіліктік сақина тәрізді байламдар. Енді иық өрімдеріне тоқталсақ. Иық өрімі қолдың буындық еттерін Иық өріміне тоқталсақ. Иықтың өрім қолдың бұлшық еттерін терісін нервтендіретін жиынтық. Ол тамырға, бағандарға, бөлімдерге және тармақтарға бөлінеді. Енді иық өрімнің суретін салудың қарапайым әдісін көрсетеміз. Екі горизонтальды сызық сызамыз, сосын ортасынан үздік сызықтар саламыз. Жоғарғы жағында X, төменгі жағында Y шығады. Бұл тармақтар екіге бөлінеді: қолтық асты және кәрі-жіліктік нервісі. Бұл жерде тармақтар М әрпіне бірігеді. Бұл біздің қаңқамыз. Мынау бұлшық ет терілік нерв, ортаңғы нерв және шынтақтық нервісі. Бұл иық өрімнің негізі. Енді түбірлерін атаймыз: С5, С6, С7, С8 және Т1. Иық өрімнің тармақтарын саламыз. Арқа жауырын нерві, жауырын үстілік нерв,
Бұл жерде екі кеуде нервісі бар: бүйірлік кеуде нервісі және медиалды кеуделік нерв. Олар үлкен кеуде бұлшық еттік иннервациялану үшін бірігеді. Мына жерден 3 тармақ шығады: жоғарғы жауырын үстілік, ортаңғы және төменгі жауырын астылық нервтері. Ортаңғы кеуделік нерв деп аталады. Қалған екі тармақ қол терісінің медиалды нервісі және иық алды терісінің медиалды нервісі. Тағы бір ұзын нерв С5, С7-ге дейін, ол кеуденің ұзын нервісі. Енді білезіктің анатомиялық табакеркасына тоқталамыз. Анатомиялық табакерка үшбұрыш тәрізді білезіктің сыртқы беткейінде орналасқан. Ол үлкен саусақты созғанда айқын көрінеді. Табакерка атауын себебі өткен заманда бұл аймақта табак салған. Анатомиялық табакерканың шекаралары: кәрәжілік жағынан ұзын әкетуші үлкен саусақ, қысқа бүккіш үлкен саусақ және ұзын бүккіш үлкен саусақ. Үстіңгі жағынан тері, төменнен білезік сүйектері және трапеция тәрізді сүйек, алдыңғы жағынан кәрәжілік сүйектерінің біз тәрізді өсіндісі. Анатомиялық табакерканың клиникалық мәні: қайықша тәрізді сүйектің сынығы. Қайық тәрізді сүйек қолды алдыға созып құлағанда ең жиі сынатын білезік сүйегі. Қайық тәрізді сүйек ретроградты қанмен қамтамасыз етілгендіктен проксимальды бөлігінде аваскулярлы некроз қаупі жоғары. Науқастар сыныққа мән бермеген кезде жасы ұлғайғанда остеохондрозбен ауыруы мүмкін. Енді канавелдің тыйым салынған аймағы туралы қарастырамыз. Ортаңғы нерв білезік каналымен ортаңғы алақанның бөлігіне шығарда бас бармақтың жоғарылататын бұлшық еттеріне бүйір тармақтар береді. Ортаңғы нервтен осы тармақ бөлінетін жер хирургияда канавел бойынша білезіктің тыйым салынған аймағы болып саналады. Канавел бойынша ортаңғы қолдың қозғалтқыш тармақтары кесу кезінде зақымдалуы мүмкін. Бас бармақтың жоғарылаған проксимальды бөлігінде канавел бойынша білезіктің тыйым салынған аймағы проекцияланады. Біздің сіздерге 3 сұрақтарымыз бар. Бірінші, иық буыны шығу нәтижесінде қандай нервтер зақымданады? Екінші, иық өрімінің жоғарғы бөліктері, яғни С5, С6 зақымданғанда нәтижесі қандай? Қай нерв зақымданғанда осы жағдайға әкеледі? Сіздердің ойланып жауап беруге уақыттарыңыз бар. Жауаптары мынадай: бірінші, қолтық асты нервісі; екінші, Эрб-Дюшен салдануы; үшінші, ұзын кеуделік нерв. Назарларыңызға рахмет.